Қыздар барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қосылып боянғым келіп тұр. Бұл косметичканың ішінде 11 түрлі зат бар. Және де біздің барлық қыздарға керек заттар. Қараңыздар, сіздерге бүгін әңгіме айтып тұрып боянғым келіп тұр. Әңгіме неден бастасам болады? Бірінші базадан бастайық. Бұл клиниктің базасы. Әңгіме айтпай тұрып, бірінші макияж жасамас бұрын бетімізді ылғалдандырып алу үшін осындай база жағамыз. Және де айта кететінім, кеше неке қиған кезде көбісі сұрап жатыр, неге қыздың әке-шешесі жоқ деп. Көп жерде емес, негізі барлық жерде неке қиған кезде қыздың туысқандары ата-анасы болмайды. Бірақ енді біз бұл шешімге кеше ғана келе салған жоқпыз. Қанша уақыттан бері ойланып жүріп, үйдегілерден баталарын алып, мен Түркістанға барып қайттым деген болатынмын. Сол кезде де сөйлесіп, рұқсаттарын алып, осындай шешім қабылдаған болатынбыз. Қазір бетім күшті ылғал болып қалды. Бірінші тон жасамай тұрып, осындай Пусидің гель для бровейін қолданамыз. Көп ойландық, сонымен сондай шешімге келді. Просто бізде өзі сондай ғой, қызбен жігіт болып жүрген кезінде, ой, бұған неке қимай ма, үйленбейді, не жүре береді, бұлар үйтпей ма дейді, неке қисам, көтеріп қойған ғой, 2 қабат екені анық дейді, уақытын санап жүріңдер. Ертең 1-2 ай көтермей қалсаң, өйстіп құтырып жүре бере ма, бала тумай ма, бедеу ғой мынау, өйстіп ләйліп жүре бергенше солай шығады, бала туып жатса не туа береді, кішкене как будто балаларын асырап жүрген адам ұқсап, соның баласына тамақ беріп жүрген адам ұқсап, кішкене не істемей ма, сақтанбай ма, үйтпей ма, бүйтпей ма, әйтеуір адамдарға ештеңе жақпайды. Қасымды жасап болғаннан кейін осындай Estée Lauder'дың тональный кремін қолданатын боламыз. Менің бетім байқасаңыздар, негізінде проблемалар бар. Сол үшін де мен осындай бетімдегі недостаткаларды жабу үшін Estée Lauder қолданатын боламын. Күнделіктіге қолдансаңыздар да болады, болмаса кәдімгі күнделіктіге емес, тойға, жиындарға қолдансаңыздар да болады. Мен барлық тональный кремдерді қымбатында, арзанында барлығын көрдім. Маған осы ең қатты ұнағаны Estée Lauder, өйткені менің бетімдегі барлық проблемаларды көрсетпей тұрады. Не айтып жатырмын? Қазір негізінде той жасау деген сияқты ондай қатты модада емес. Потому что қазір жастарда уже көз ашық деп ойлаймын. Ол тойға, босқа қанша миллиондаған ақша кредитке алып, басқаға алып құртқанша, одан да ол ақшаны басқа дұрыс нәрсеге жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс емес деп айтпаймын, бірақ кішігірім достардың арасында, жастардың арасында жасаған дұрыс сияқты. Ал 200-300 танымайтын адамдарды алып келіп алып, оның ешқайсысын танымайсың да өтірік тұрып, отырып жасағанша, одан да өзімнің жақын достарының арасында, жастардың арасында жасаған дұрыс деп ойлаймын. Ер азаматым ретінде оны көрдім, болашағымды көргеннен кейін неге тұрмысқа шықпасқа? Жасымыз да рас емес. Кішкентай жаста тұрмысқа шығып жатқан жоқпыз, асық шығып жатырмын деп ойламаймын. Жасым қазір менің 25-те. Ойларыңызды үйде отырып алып, біреуге тықпалағанша, одан да жай ғана бақыт тілеп кетіңіздер. Мына қараңыздар, тоны қалай әдемі тұрды. Тональный крем жағып алдым. Қараңыздар, өте әдемі, мен бетімдегі осындай недостаткаларды жабады. Қыздар, сіздерге әңгіме айтып отырып, қасын бояудан кеттім ғой. Менде осы Kylie Girl'дың палеткасы, қас боятын. Менде байқасаңдар, мына жерде кішкене қастарым жетпейді. Сол жеріне ғана осылай шығарып бояп қоямын. Негізі мен қас боя алмаймын онша, бірақ ұштарын осылай шығарып қоямын. Және де менде осылай негіздің бетке жағасын контур дейма, контур. Мен негізі өте керемет бояна алмаймын, байқағанда шығарсыздар. Кішкене оқу керек еді, соның себебі заристі. Алдын оқуға бардым да, 2 күн бардым, 2 күннен кейін бармай қойдым. Бұл біздің бетті арық қып көрсету үшін. Скулыларыңыз шығып, бетіңіз анда бет екесе арық қып көрсетпейді. Суретке түскен кезде күшті. Осыны жақпасам бірдеңе жетпей тұрған сияқты болады. Осылай жағып аламыз. Дұрыс жақпай атсам, специалистер ұрыспаңыздар. Осылай жағып алдым. Менің ең жақсы көретінім бұл Dior'дың хайлайтері. Қанша хайлайтерлер қолдансам да, қандай нәрселер қолдансам да, дәл осыған жетпейді ғой. Румяна қылып не істеп жүрсе, кисточкам кішкене сынып қалған. Қараңдар. Қалай жылтырайды? Ана, біреулер болады ғой, арзан сияқты бетіңе не істеп қандай, мынау кәдімгі дорого болады. Мұрнымды жылтыратып қоямын. Бүйтіп, адамдар көрген кезде мұрныма шағылысатындай болайын да. Маған хайлайтер жаққан ұнайды, сол үшін де мен көптеп жаға беремін. Міне, қараңдар қалай жылтырап тұр. Вау. Осылай жағып алдық. Мен қазір подводка сызғым келіп тұрған жоқ, сол үшін де менде осындай телескопиктің тушы. Қастарымды алдым көп наращивание жасатып, жұлып тастағам ғой. Сонымен қастарым кішкене қысқа болып қалды. Мына қазір менің до қасым, мынаны после қоямыз. Мына қараңыздар, телескопқа жететін туш жоқ қой негізі. Кірпіктерімді кәдімгі көтеріп қалады. Мен наращивание жасатып жүрдім да, кірпіктеріме 2 айма жасаттым. Одан кейін бәрібір де табиғилыққа үйреніп қалыппын. Наращивание әдемі тұрады. 2 аптадан кейін бірақ не істеп қалады шандай, шашақ қалмам бірдеңе коллекциясына бармасам. Оның коллекциясына барып жүретін уақыт жоқ. Сол үшін де табиғилық брендті деп осылай жасап аламыз. Кірпігімді бояп алдым, енді ернімді бояймыз. Ернімді осындай Kikoның блескімен бояймын. Dior'дың блескін қанша, 25 мың теңге, 30 мың теңге алғанша, осы Kikoның бюджетный блескін жаққанымыз дұрыс. Қарада қалай жылтырайды.
Блин, кайфно. Қыздар, менің қазір боянып жатқан косметикаларым барлығы люкс качествода косметикалар. Қараңыздаршы, қандай әдемі тұрды, қандай әдемі. Қыздар, қараңыздар, менің люкс качествода косметикалармен боянған макияжым аяқталды күнделікті күнге. Тонымды қараңыздар, өте әдемі шықты, және де хайлайтер бәрі өте күшті. Өзіме ұнап тұр. Кәдімгі күнделікті күнге осылай мен боянып жүремін, қатты боянбаймын. Ал кәдімгі съемка сондай болатын болса ғана қатты боянамын. И қыздар, осы косметикалардың барлығын мен сіздерге сатамын десем, күшті ма? Бөлең, қыздың ба? Тайкасыз ба сіз? Күніміз осылай басталып жатыр, короче. Бір жаққа баратыр, білмеймін. Мына екеуі общенияда. Артта біз общениядамыз. Алып қашып кетіп жүрмейсің, бро. You boyfriend. Бля, ағылшынша ұйықтап кетіп жарайды. Бара енді. Бара енді. Алып қаша беріңіз. Ағылшынша пиздец қылып айтайын деп ше. Ладно. Всем привет, это Спидо, плохо открой.